Құрметті Назгүл Кизайбаевна, сізді мұғалімдер күні төл мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді ғой. Ал мен болсам, басшысы жақсының бағыты жақсы деп айтқым келеді. Неге десеңіз, сіз барлығының көңілін тауып, әрқайсына бағдар беріп, осы ұстаздар қауымының алға жылжуына өзіңіз себепкерсіз деп айтқым келеді. Осындай жайдары, сабырлы да, салиқалы мінезіңізбен әрдайым абыройлы, ардақты болып жүре беріңіз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Құрметті Назгүл Қызайбаевна, төл мерекеңіз құтты болсын. Ұлылықтың басында ұстаз тұрар демекші, небір ұлы тұлғалар ұстаз алдынан келеді. Сіз ұстаздардың ұстазысыз. Шәкірттеріңізді білім нәрімен сусындатумен қатар, мұғалімдердің де жан-жақты болуына аянбай еңбек етудесіз. Қарапайымдылығыңызбенен, қамқорлығыңызбенен, жанашырлығыңызбенен, жаңашылдығыңызбенен ауданымыздың білім көшін алға қарай жылжытып келесіз. Сіздің еңбегіңіз ұшан теңіз. Біз сіздің еңбегіңізге бас иеміз. Ұстаздық өмір жолыңызда толағай табыстар, бағындырған биік шыңдар көп болсын. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Ортамызда ақылшымыз болып жүре беріңіз. Төл мерекеңіз құтты болсын, Назгүл Қызайбаевна. Біз сізді жақсы көреміз. Қымбатты Назгүл Қызайбаевна, сізді бүгінгі төл мерекеңізбен құттықтаймын. Біздің аудан бойынша қазақ мамандарының жанашыры, ұстазы деп сізді айта аламын. Мұғалім бұл адамның ардақты, білімдік бар биікте шығарсаты, ең алғаш басталады осы адамнан, сүйеді, сондықтан жақын жаты. Бар ғалым, барлық қоғам мұғалімді сыйлайды, мәңгі бақи беріп төрін демекші, мерекеңіз құтты болсын. Құрметті Назгүл Қызайбаевна, мен үшін сіз аудан ұстаздарының сенімін ақтаған, жүзінен мейірім нышаны төгіліп тұрған, елге сыйлы, қадірлі аудан ұстаздарының көш басшысысыз. Ауданның білім саласының өсіп өркендеуіне, дамуына, ел игілігіне асатын істерді атқарудағы еңбегіңіз ұшан теңіз. Бүгінгідей сізге арналған жүрек жарды ақ тілектер ешқашан толастамайды деп ойлаймын. Іскерлік қабілетіңіз, парасаттылығыңыз ұстаздар қауымына қанат бітіреді, әрдайым биіктерге жетелейді. Біз сізбен мақтанамыз. Өсіп өніңіз, үйіңіз нұрға толып, жұлдызыңыз жарқырай берсін. Өмірінің мағыналы шақтары мектеп болып, содан бақыт тапқаны. Ұстаз деген сол ұяның жүрегі, ұстаз деген сол ұжымның мақтаны дегендей, бүгінгі таңда біздің әрқайсымыздың жүрегімізге айналған ұлағатты ұстаз, өзі іскер, біздің көшбасшымыз Назгүл Қызайбайқызы сізді ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
Ұлттың ұлағаты мәдениетте, мәдениеттің ұлағаты оқу мен әдебиетте десе, мен сізді осы ұстаздық жолда бірден бір дараланған тұлға деп білемін. Қашанда жан жылуын шашып, айналасына мейіріммен қараған сіздей көшбасшымыз барда, біз тек алға жүреміз. Сізге отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Адам өз өмірінде талай жанмен кездеседі. Жақсы мен де, жаман мен де. Бірақ солардың ішінде қара жерге кіргенше ұмтылмайтын аяулары болады. Ондай жанның бейнесі тот баспайтын саралтындай сенің есіңде өзіңе ұнаған қалпында қалады. Сіз сондай жанның бірісіз, бірегейсіз. Төл мерекеңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ортаймас бақыт, қартаймас ғұмыр тілеймін. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбайтұғын адамның ақындығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай. Ана тіліміздің жанашыры, мұғалімдердің қамқоршысы, жастардың кеңесшісі, сөзі маржан, үні ән, ұстаздардың бірі Назгүл Қызайбаевна, сіз біздің арамызда бар болғанына мыңда бір шүкір. Сізді келіп жатқан төл мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Мейрамыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Ұлыңыздың қызық қуанышын көре беріңіз. Немерелеріңіз көп болсын. Ешқашан ауырмаңыз. Біздің арамызда осылай әп-әдемі боп, жап-жас боп, күліп ойнап жүре беріңіз. Мейрамыңыз құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Құрметті Назгүл Қызайбайқызы, сіз ауданымыздың тіл жанашырлары көшін бастап жүрсіз. Келешек ұрпаққа ғана емес, сонымен қатар абзал ұстаздарымызға қазақ тілін үйретудің қыр-сырын көрсетіп жүрсіз. Сізге отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, үлкен төзімділік тілеймін. Алталаштың арыстары бас қосқан жерде қадырлы төр мұғалімдікі деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, бүгінгі төл мерекеңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, жер бетіндегі барлық жақсылықты тілеймін. Мерекеңіз құтты болсын. Ғылым иесі ғалымда, тілінен бал тамған ақында, көк аспанды бағындырған ұшқышта, бәрі ұстаздан білім алады. Бүгінде ұстаздық жолда жүрген мына мен де ұстаздардан білім алғанмын. Сондай тәлім берген ардақты да қадірлі ұстаздарымның бірі Назгүл Қызайбаевнаны мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің тер төгіп еткен еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Біз үшін сіз әрдайым үлгі тұтарлық ұстаз болып қаласыз.